достар, сіздермен бірге мен Аридол. Бүгін сіздермен бірге осы слаймдарды ашып көретін боламыз. Және де бұл слаймдарды мен өзім безендірдім және де өзім істедім. Осылай жасадым. Және де сіздер сенсеңіздер, сенбесеңіздер, өздеріңіз білесіздер, бірақ мен сіздерге шынымды айтып тұрмын. Және де менің каналымда көп слаймдар бар. Осы өз қолыммен жасаған, міндетті түрде көріп кеттіңіздер. Міне екі кішкентай слаймнан бастайық. Осындай. Біреу Milk слайм, ал екінші Original слайм. Milk слаймнан бастайын. Міне өте күшті. Сіздерден алып сұратқан екен. Сіздерден кешірім сұраймын. Так, мен ешқандай кінәм жоқ десей. Мақұл. Өте керемет, достар. Слайм өте күшті. Бұл Milk слаймның видеоны көрмесеңіздер, менің каналымда бар. Осы Milk слаймды қалай жасау керек туралы. Өте күшті. Original слаймды ашайық. Мен осылай қылдым әдейі. Розовый цветке бойладым әдейі. Күшті. Маған ұнайды бұл жерде майда-майда жылтырақтар бар. Білмеймін, сіздерге камера көрсетіп тұр ма, жоқ па. Өте керемет слайм. Маған өте қатты ұнады бұл слайм. Өте күшті. Міне, үшінші слайм көшейік. Және де маған бүгін заказ түстім. Ол Шымкент қаласында тұрады екен ол қыз. Және де мен оған заказым беріп келдім. Көріп отыр деген ойдамын видеомда. Бұған мен жылтырақтар қостым, достар. Бұл слаймдарды өзіме алып қаламын. Ешқандай сатылымға беріп жатқан жоқпын. Өте тартылады. Өте керемет. Қайта-қайта ойнағым келемін. Келесісіне көшейік. Міне, достар, сары слайм. Бұл батыр слаймға ұқсайды. Менің ойымша. Ал бағана көк слайм Fluffy слаймға ұқсайды. Әдейі крахмал қостым, достар. Ал егер сіздер осы батыр слаймы қалай істейтінді шығарғанымды қаласаңыздар, сол туралы видеоны маған комментария жазып жіберіңіздер. Мен шығаратын боламын. Егер де қаласаңыздар, батыр слаймды қалай жасау керек. Осылай өте күшті тартылады және өте керемет, достар. Өте керемет слаймдар. Міне, достар, комментарияға осы слаймдардың сіздерге қайсысы көбірек ұнаған, маған комментария жазып кетіңіздер. Маған өте қатты қызық болады. Және де батыр слайм туралы ұмытпаңыздар, достар. Ал сіздермен бірге болған мен Аридол. Келесі кездескенше сау болыңыздар.